Қазіргі медиада тіл тазалығы қаншалықты сақталып жатыр? Блогын тыңдаған балалардың ыңды айта алмайтын. Телеарна жалпы қоғамның алдына шығатын адамдарды іріктеуде жіберіп жатқан қателік пе? Республикалық арналарда әлі де телеарналарға таныс тамыр арқылы орналасатындар бар ма? Қазақ тілінде сапалы контент жасау үшін редакциялық саясат қандай болу керек? Егер қазақ тілдегі контентке дұрыс көзқараспен қараса, қазақи адам болса, онда мән береді. Армысыздар, қымбатты көрермендер, біз кезекті подкастымызды жалғастырамыз. Бұған дейін біз бірнеше тақырыпты қозғадық, яғни қазақ тілі іс жүзінде қоғамда қалай пайдаланылып жатыр, аясы қаншалықты кеңейіп жатыр деген сұрақтарға жауап берген едік. Ал енді бүгінгі шығарылымда біз медиадағы қазақ тілі, яғни жауапкершілік тақырыбын сөз етеміз. Ол үшін арнайы шақырған мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Медетжан Ызғұтты, журналист, медиа коммуникация маманы, шеф-редактор қызметін атқарған әріптесім. Медетжан мырза, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн болсын. Қазақ тілі тақырыбын көтерген кезде осы уақытқа дейін әр саладағы жетістіктер мен кемшіліктерін қозғап жатырмыз. Бұл жерде енді медианың да жауапкершілігін айтпай кетпеске болмайды. Өйткені біз былай деп айтамыз, қоғамды, жалпы адамдарды тәрбиелейтін медиа құрал. Ол өте маңызды әрі шешуші рөл атқарады дейміз. Осы тұрғыдан алғанда қазіргі медиада тіл тазалығы қаншалықты сақталып жатыр? Енді өте өзекті, өте бір күрделі тақырып әрине. Бірақ екінші жағы бар, адамдар қазір көп телеарнаны, жалпы сол медианы, газетті оқи бермейді, телеарнаны көре бермейді, радионы тыңдай бермейді. Оның салмағы, егер бір әлеуметтік сауалнама бірдеңке жүргізілгендер болса, кейінгі соңғы уақыттарда, онда ара салмағы әлеуметтік желіден қалып қалды деп айтуға болады. Өкінішке орай қазір енді әлеуметтік желі бірінші алға шығып кетті де, қазір әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр. Сол TikTok, Instagram, YouTube деген сияқты. Балалардан бастап үлкендерге дейін. Сол әлеуметтік желінің тілінде сөйлейді. Балалардың да, үлкен кісілердің де, тіпті ел алдында жүрген адамдардың көзі сол әлеуметтік желінің, былайша айтқанда ол жердегі блогерлердің, сол жердегі айтатын жүргізушілердің сөзімен, соның диалектісімен сөйлеп кетті. Өкінішке орай. Ал енді телевидениеге айтатын болсақ, жалпы масс-медианы айтатын болсақ, онда енді өзім телевидениеде істегеннен кейін 20 шақты жыл болды, осы журналистика саласын 20 жылдан асып та кетті жүргенімізге. Оның басым бөлігінде телеарнада жүргеннен кейін өзіміз енді тікелей осымен басымызға тиіп, тікелей өзіміз жұмыс істедік қой. Журналисттен бастап тілшіліктен, қарапайым тілшіліктен, жүргізушіліктен барлық саласын баспалдақтарын өттік деп айтсақ болады. Одан кейін шеф-редакторлыққа дейін. Сондағы негізгі шынымен үлкен бір проблемалардың бірі тіл тазалығы деген өз алдына осы уақытқа дейін біздің істеп жүрген кезде ол көбіне орыс тілді журналистердің жасаған дүниелерін аударумен, оның өзінде калька аудармамен, өкінішке орай солай жұмыс істеп келді. Одан кейін біздің кезімізде, одан кейін бері қарай кішкене қазақ тілді журналистердің басымдығы байқала бастады. Осыдан 10 жыл бұрын, мысалы ұлттық арна ең енді біздің телеарналардың ішіндегі ең бетбұстары дейтін ұлттық арнада мықты сөз шеберлері, мықты шешен журналистер болды. Қыздар, жігіттер, олар астарлап жазғанда, астарлап сөйлеген кезде сөздің майын тамызатын. Енді өкінішке орай қазір енді жасарып келе жатыр. Өкінішке орай дейміз, енді ол жаңағы жазуға байланысты, сөйлеуге байланысты, өкінішке орай жасарып келе жатыр да, соған байланысты кішкене бір тазалық жойылып бара жатқан сияқты.
оның енді түрлі себептері, жаңа өзіміз айтып отқандай жасанды интеллекттің қолданылуы, соның тілімен сөйлеп кету, одан қалса жаңағы әлеуметтік желілердің тілімен сөйлеп кету деген сияқты. Бірақ нәрсе сол жаңағы айтатын боламыз, көретін боламыз деген нәрсені естісем, мен жүйкем шыдамай кетеді оны тыңдауға. Немесе жұмыс жасаймыз деген кезде. Жұмыс жасаймыз, құлағымыз қабылдамайды да соны. Бірақ өкінішке орай бәрі сөйтіп, тіпті сол телеарнадағы бетке ұстайтын журналистердің өзі сөйтіп кейде сөйлеп кеткен кезде ойлайсың, қайда кетті, не болды, тазалық қайда деген сияқты. Ал енді газетке келетін болсақ, газетте өзің білесің, көбіне үлкен біздің алдыңғы буын ағалар, апайларымыз жұмыс істеп жатыр да, ол жерде тазалық сақталған. Бір, екіншіден, енді ол жазба дүние болғаннан кейін бірнеше рет редакциядан өтеді, таза болып, әдемі болып, сөз көркем болып шығады да. Радиода да солай аға буындар жұмыс істеп жатыр, келген жастарды солар тәрбиелеп жатыр деген сияқты. Ал енді телевидениеде аға буындар жаңағы шеф-редакторлыққа, редакторлыққа өтіп жатыр, максимал түрде түзетуге тырысатынбыз, текстерін барлығын. Бірақ сол журналистің ол өзіне де байланысты, өзінің атын жасайды, өзінің атын шығарады, өзінің кругозорына да байланысты, өкінішке орай, көп нәрсе. Бұл бір ол көп біз айтатынбыз, мысалы, практикаға өтуге келген журналистерге де, болмаса жас журналистерге де айтатынбыз, көп кітап оқы. Оқы кітап, сөздік қорыңды байыт, көбейт, қара, тыңда, тіпті оқығың келмесе деп. Жақсы подкасттарды, кітаптарды, аудио кітаптарды тыңда, сөздік қорыңды байыт, сонда сенің жазуың, шеберлігің жоғары болады деп айтатынбыз. Өкінішке орай енді жалқаулық бар, біріншіден, екіншіден өзің білесің, телевидениеде уақытты қыз, оның бәрін оқып, қарап, іздеп отыратын. Уақыт деген сылтау шығар енді. Сылтау. Бір, екіншіден, телевидениенің тағы бір үлкен плюсы да минусы да, сен қысқа уақытқа көп дүниені сыйдырып айтып жүруің керек, сондықтан оны жүргізушіде қарапайым халыққа түсінікті тілде жеткізу керек. Ол сен күрделендіріп, мақал-мәтелдендіріп, бір астарлап айтып отырсаң, түсінбей қалуы мүмкін адамдар. Сондықтан сен максимал түрде қарапайым түрде түсіндіруге тырысасың, қарапайым түрде жазуға тырысасың. Содан кейін, яғни ол өте қарапайым болып кетеді, текстерде. Қарабайыр болып кетеді, Ол бір, одан кейін жазу өте, сөйлеу өз алдына, жазу өте қиын. Жазуды екінің бірі алып кете алмайды. Екінің бірі тавтологиясыз, ондай жазуға бірден үйреніп кете алмайды. Оған уақыт керек біраз. Сосын тағы бір үшінші үлкен бір мәселе, үлкен бір проблема, кедергі, ол диалекті. Біз білеміз, мысалы, үлкен республикалық телеарналарда ол әр өңірден келген адамдар жұмыс істейді, әр жастар, жігіттер өсу үшін енді әрине түсінікті, ол бас қалаға, Алматыға, Астанаға келеді, үлкен республикалық телеарналарға келіп жұмысқа орналасады. Өзіміз де солай алып келдік Астанаға. Сол аймақтың диалектісін алып келеді, өкінішке орай. Сол тілде сөйлеп кетеді деген сияқты, сондай өздерінің бір сөздерін, ол қазақтың көркем сөзіне, әдебиетіне келмейтін сөздерді пайдаланып кетеді. Оны өзінің өңірі түсінуі мүмкін, басқа өңірлер түсінбеуі мүмкін. Осындай нәрсе дүниеде бар. Енді әрине шеф-редактор болғаннан кейін ол оқыған, кішкене тәжірибесі бар адамдар оларды фильтрдан былайша айтқанда өткізіп отырады, тазалап, түзетіп деген сияқты. Бірақ көп жағдайда өтіп кетіп жатады. Енді қазір қалай екенін білмеймін, өйткені телеарнадан жалпы кеткелі 3-4 жылдың жүзі болып қалды. Бірақ осы маңайда жүрсіз. Қазір осы салада жүрмін, медиакоммуникация саласы, мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін. Мемлекеттік қызметте мүлдем басқа. О жақта көбіне орыс тілді құжат алмасу, орыс тілді мамандар жұмыс істегеннен кейін, о жақта аудармамен көбіне айналысады. Баспасөз қызметтері көбіне. Кейін енді біздің толқында осы 2-3 жылдың ішінде баспасөз қызметіне қазақ тілді жігіттер мен қыздар келіп жатыр да, кішкене қазақиланды қазір. Өзімізде қазақиландырып, басшыларды да солай жиналыстар қазақша өткізіп деген сияқты жазба дүниелерді бірінші қазақша шығарып, содан кейін барып ары қарай орыс тіліне шығарып, сондайға ақырындап келіп жатыр. Дегенмен басым бөлігінде, әсіресе квази мемлекеттік сектор, қаржы саласы, сол дүниелердің көбінде әлі орыс тілді басым. Ұлттық компанияларда да қазақшасы аударма болғаннан кейін түсінікті ол калька. Ол қазір тіпті бұрын Google мен Яндекспен аудара салатын, қазір ChatGPT-мен аударады, болмаса басқа интеллект құралдарын пайдаланады да, ол жерде қазақтың көп әдемі сөздері қолданыла бермейді.
қазақ тілін өзін қайтадан аударуға уақыт Иә. керек негізі. Сонымен өзім жұмыс істеп жүргенде айтатын балаларға, мысалы бір текст бересің сюжетке, болмаса бір репортажға жазып келеді, осыны айтам, енді қазақша жазшы деймін де. Таңғалады, мен қазақша жаздым ғой, қалай? Осыны қазақша адам түсінетін тілде жаз деп. Ренжитін кездерде болды, балалар артынан кейін түсінгеннен кейін айтады, иә, шынымен түсініксіздеу екен, қиын екен, күрделі екен. Сосын қазақи, біздің менталитет, біздің түйсік түсінетін тілде жазуға тырысады көбі. Енді дәл осы тіл тазалығын сақтауға жеткілікті түрде қазір көңіл бөлініп жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Енді алысқа кетпей-ақ өзіміздің әріптестеріміздің арасында, мәселен сол газетте істеген, болмаса осы баспа құралдарында істеген әріптестеріміз қате жазған, қате сөйлеген журналистерді әлеуметтік желіге жазып, кішкене тектеп, көрсетіп, айтып, үйретіп, өткір түрде де айтып, мынау қате, мынандай сөз болмайды деп, тіпті телеграм арналары жүргізіп, сөйтіп көрсетіп, көздерінен шығып та жатыр. Ол бір жағынан жақсы, бір жағынан ревизор сияқты, тексеріп, сен қате айттың, мынаны былай айтуға болмайды. Қазақша осы екен деп сөзді қолдана салуға болмайды, оның басқа мағынасы да болуы мүмкін деген сияқты. Сөйтіп қазір кішкене бір тізгін салып жатыр. Ол да жақсы, өйткені енді журналистер кішкене өзінің атағы үшін, ұятқа қалмас үшін кішкене тырысып, қазақша жазуға тырысады, әдемілеп, мағынасын дұрыстап деген сияқты. Ол бар, қоғамдық назар, адамдардың, көрермендердің пікірі бар. Тағы да сол әлеуметтік желі арқылы жеткізеді. Мына журналист мына сөзді дұрыс айтқан жоқ, болмаса мынаны дұрыс жеткізген жоқ, түсініксіз деген сияқты. Содан кейін одан сабақ алғандар бар, алмайтындар да бар енді. Жоқ, менікі дұрыс дейтін бір бетке адамдар да бар, бірақ сабақ алатындар көп, енді түйсігі болса ар жағында. Ол да жақсы, қоғамдық бақылау, одан кейін жаңағы сол тіл тазалығын сақтайтын мамандардың бақылауы, одан кейін өзінің басшыларының да енді ар жағында түйсігі болса, олар да түсініп бір шектеп отыру керек деп ойлаймын. Журналистік қызметке алатын кезде осы тіл тазалығын қаншалықты маңызды кәсіби меңгерген тексеріп алу мүмкін бе? Енді көп жағдайда журналистті жұмысқа алған кезде сол болмаса өңірде жұмыс істеп келген тәжірибесіне қарап аламыз, болмаса оқып келген, журналистика факультетін оқып келген балаларды аламыз ғой көбіне. Бұл жерде сол оқуға да назар аудару керек те, оқытуға. Жаңағы мысалы университеттерде, қазір бірнеше университеттерде журналистика факультеттері бар. Ол жерде көбіне сол тіл мамандары, теорияны жақсы үйрететін адамдар бар ғой. Өкінішке орай сол жаңағы университетті бітіріп келген балалардың өзі көбі сол жаңағы кругозор өз алдына, білімі өз алдына, сол қарапайым телевидение заңдылықтарын, болмаса сол жаңағы радио болсын, газеттің сол заңдылықтарын біле бермейді практика жүзінде. Одан сол жаңағы жазу, түсінікті жазу деген сияқты. Оның бәрі сол университет жағы қабырғасынан дұрыстап қолға алынса, одан кейін келген жас маманды қабылдаған кезде ескерсе, сен білесің ба тілді жетік. Көбі екі тілдіміз дейді де, не қазақшасы дұрыс емес, не орыс тілдісі дұрыс емес болады. Ондай жағдайлар да болды бізде. Мысалы, орыс редакциясында да жұмыс істейді, қазақ редакциясында да. Бірақ не қазақшасы 100% емес, не орысшасы 100% емес. Не орысшасы басым болып кетеді де, қазақшасын әйтеуір жарайды, екі тілде істеп жүр ғой деп кешіре салады, көз жұма салады. Ол енді бір жағынан қиянат деп ойлаймын, өйткені енді сен жетік білмесең қазақ редакциясында жұмыс істеп те қажет жоқ. Но енді журналист үшін жақсы плюс, әрине, екі тілді біліп тұрса, тіпті үш тілді білетіндер де бар, үш тілде жазатын ондай мықты маман. Бірақ бұл жерде ең маңыздысы жауапкершілік қой. Жауапкершілікпен қарап, 100% өзің жұмысын істесе, қазақша істедің ба, қазақша дұрыстап жаз, орысша істедің ба, орысша дұрыстап жаз деген сияқты. Әр адам шынымен айналып келгенде өзінің жауапкершілігіне тіреледі. Қазақ тіліндегі медиа контентте жиі кездесетін қателіктер қайдан шығады? Қателіктер енді жазуға келетін болсақ, сол айтып тұрмын ғой, сол оқымағаннан көп, сөздік қордың жоғынан. Бір, екіншіден, ол жарайды анау грамматикаға байланысты айтатын болсақ, болмаса грамматика өз алдына, мектепте жаңағы оқымағаны бар, қателер өтірнекте, одан қалса тағы сөздерді о, е әріптерін көбін дұрыс айтпайтындар болады. Одан бөлек жаңа диалектін айттым өз алдына. Одан кейін мынау сөздердің мағынасын толық білмей, жаңа астарын түсінбей қателік жіберетіндер көп кездеседі. Одан кейін жаңа айтқандай орысша ойлап қазақша жазатындар, болмаса қазақша ойлап орысша жазатындар өз алдына қате сөздердің құрамына қате кетіретін.
оның бәрі сол айналып келгенде сол білімге тіреледі ғой. Кезінде жүргізуші ретінде жұмысқа орналасу үшін телеарналарға арнайы кәдімгідей үлкен редсовет, кеңестен өткізетін комиссиядан, одан кейін кастинг енді міндетті ғой. Ал қазіргі кезде қарайтын болсақ, кей жағдайларда тіпті әріптестеріміздің әрпін айта алмаса да жүргізуші болған жағдайларды көрдік. Бұл қоғамды тәрбиелеуде қазақ тілінің насихатталуына әсерін тигізетін құбылыс. Кері әсер тигізеді. Телеарнаны былай қоя тұрайық, тіпті сол жаңағы YouTube, TikTok болсын, сол жерде ыңды айта алмайтын блогерлер, жүргізушілердің әңгімесін, болмаса блогын тыңдаған балалардың ыңды айта алмайтын. Өзіміздің де алысқа бармайық, өзіміздің төңірегімізде достарымыздың баласының арасында да бар балаларының, өзіміздің балалар да кейде ың мен ыңды ажырата алмай қалады да, ың деп айтқызып сөйтіп үйретеміз. Оның бәрі әсер етеді әрине, оны тыңдап отырған бала осы дұрыс екен деп кетеді. Оны айтпай ақ қояйық, тіпті мектептің мұғалімдерінің өзінде сөйтіп ыңды айта алмайтын, айтпайтын, ондай кезде айтып жіберсең тағы ренжиді, неғып менің сен кемшілігімді іздеп отырасың деп. Бірақ өкінішке орай сол мектептен дұрыс әріптер дұрыс үйретсе, сол жаңағы көретін әлеуметтік желілерді дұрыс жүргізетін болса, онда бала дұрыс басқа әріптерді үйреніп келер еді. Өкінішке орай телевидениеде де болды ондай жағдайлар, оның бәрі өзіміздің де тікелей басымыздан өтті, сондай ыңды айта алмайтын жүргізушілер болды, күресіп қанша енді ақыр аяғында кетті ғой жұмыстан. Бірақ бұл нені білдіреді, өзі жауапкершіліктің жоқтығын білдіре ме, әлде қазіргі кезде телеарна жалпы қоғамның алдына шығатын адамдарды іріктеуде жіберіп жатқан қателік пе? Ең бірінші сол түргелпіне қарау, дауысы түргейпі. Телевидение солай ғой, бізде өкінішке орай, біздің енді қазақ телевидениесін сол өкінішке орай қазір енді ғана келіп жатыр ғой үлкен адамдарды қайтадан эфирге шақыру. Бірақ өкінішке орай кезінде тек жастарды түріне қарап, даусына қарап, сосын сымбатына қарап қана алды да, ол ыңды айтып отыр ма жоқ па, болмаса әріптер дұрыс айтып отыр ма, сөздің мағынасын дұрыс айтып отыр ма, оны қараған жоқ, өкінішке орай. Бірақ қазір енді біртіндеп дұрысталып келе жатыр ғой. Дұрыс азаматтарды, келбетті азаматтарды, дұрыс сөйлейтін, дауыс ырғағы дұрыс азаматтарды алып қазір түзеліп келе жатыр. Бірақ енді ол біз республикалық деңгейде айтып отырмыз ғой. Бұл жақта таңдау бар ғой. Тіпті танысы арқылы келгеннің өзінде қоғамның қысымымен жұмыстан кеткізіп, болмаса әріптестерінің қысыммен өз еркімен түсінігі болса кетіп қалғандар болды жағдайлар. Бірақ өкінішке орай аймақтарда жоқ таңдау. Бітірген мүмкін студенттер жұмыс істеп, өзімізде сөйттік қой, студент болып жұмыс істеп жүрдік, өзің де білесің, студент болып телеарнада жұмыс істеп жүрдік. Сол жерден тәжірибе жинадық, журналистиканы бітірмесек те, басқа саладан келсек те. Өкінішке орай қазір аймақтарда сол телевидениені алатын болсақ, сондай маман тапшылығы болғаннан кейін сөйлей алатын, ел алдында жүрген ақын, жаңағы көркем әдебиет жақсы білетін, өлең тақпақ жақсы айта алатын. Немесе қазір блогер болып жүргендер. Блогер болып жүрген сондай бет әлпеті бар адамдарды еріксіз эфирге қояды. Өйткені өңірде маман тапшылығы өте қатты. Ол телевидениені алатын болсақ. Енді телевидение тәрбие құралы деп отырсақ. Газетте жаңа айттым, аға буын істей береді. Ал енді жаңағы баспасөз қызметтерінде мүлдем маман тапшылығы өте күрделі, маман жоқ десек те болады. Олар үйреткен адамы орталыққа кетіп қалады. Сондықтан ол жақта мүлдем ақсап та жатыр десек болады. Жаңағы баспасөз тіпті басқасын айтпай қояйық, релизін жазғанның өзінде қате өте түсініксіз тілде, адам түсінбейтін тілде, өте күрделі түрде, ресми тілде жазып тастайтындар өте көп. Оның бәрі енді айналып келгенде университеттерге салмақ, айналып келгенде сол телеарналарға, аймақтағы редакцияларға салмақ. Республикалық арналарда әлі де телеарналарға таныс тамыр арқылы орналасатындар бар ма? Қазір енді аз шығар. Енді тамыр таныс дегенде екі жағы бар. Білетін, мықты ісін білетін, жұмысын жақсы алып кететін адам іздеген кезде әрине енді танитын адамдарды шақырасың. Ол бір жағы. Екінші жағы, ол жаңағы өзінің тамыр танысын пайдаланып, ештеңе білмесе де, тәжірибесі жоқ болса да, болмаса жаңағы өзің айтқанда ыңды айта алмаса да келіп кіріп алатындар. Енді ондай өте сирек шығар. Қазір енді азайған шығар.
деп ойлаймын енді. Бірақ біздің кезімізде болды ондай. Қазір енді әлеуметтік желі бар, Иә. ел көреді, қасындағы айналасындағы адамдар айтады, қысым болады, сондықтан ондай жағдайлар расымен азайған шығар. Иә. Қазақ тілінде сапалы контент жасау үшін редакциялық саясат қандай болу керек? Ол енді әрине телеарнаның болсын, жаңа газет болсын, радио болсын, басшылығына байланысты. Ең бірінші басшысы егер қазақ тілдегі контентке дұрыс көзқараспен қараса, қазақи адам болса, онда мән береді. Қазақ редакциясы көп жағдайда өкінішке орай бізде медиа менеджер деп жатамыз ғой, енді басшылары жаңағы құралдардың орыс тілді болмаса басқа ұлт өкілдері сондай азаматтар болады да, олар бірінші планда өзге тілді қояды да, одан кейін барып қазақ тілді әйтеуір шығып жатса болды, заңды орындап тұрсақ болды, 50-де 50, қазір 70-те 30 қылды дейді де, соған көп мән бермейді. Ол тіпті аймақтарда айтпақ қойғанда республикалық арналардың өзінде солай. Енді саусақпен санарлық қазақ тілді адамдардың бар, басқарып отырған, ішінде азаматшалардың отырғаны, сол тікелей бірінші басшыға байланысты. Өкінішке орай. Одан кейін сол ішіндегі сол жаңағы бөлімдерді басқаратын, редакцияларды басқаратын шеф редактор, бас редактор болмаса продюсерлерге де байланысты. Егер мысалы бізде көбіне қалай бір жаңағы шеф редактор болмаса бір продюсер екі редакцияға басқарады, жұмыс істейді. Бізде өте сирек қазақ редакциясына бөлек, орыс редакциясына бөлек продюсер деген бөлек шеф редактор деген өте сирек бар, бірақ өте сирек соны бір адам басқарғаннан кейін ол орыс тілді болады, болмаса өзге ұлт өкілі болады, басқа. Ол әрине бірінші планда жаңағы өзінің ресми тілін қарайды, одан кейін қазақ тіліне мән бермейді. Яғни бұл жерде басшылық орындарда міндетті түрде қазақ тілді маман болу керек. Қазақи жүрегі, тәні, жалпы ой өрісі, түйсігі қазақ адам болса, онда көңіл бөлінеді. Енді қазақ тілін көрерменге тартымды, бірақ бір жағынан жеңіл, түсінікті жеткізу үшін қандай талап болу керек? Енді ол талап дегенде сол анау балаларға арналған контент көрсететін, мысалы телеарналарды алатын болсақ, көп ауылдық жерлерде, енді қалалық жерде білмеймін, ауылдық жерлердегі балалар сол балалар көретін телеарналарды көреді. Ол жердің жақсы егер сөйлеп, жақсы контент көрсетіп отырса, тілі сонымен шығады. Біз айтамыз ғой, қазір балалардың бәрінің тілі орысша шығып жатыр деп әлеуметтік желіге байланысты. Көп ата-аналарды танимын. Ойбай, шынымен біз балалардың орыс тіліне шығып кетті, контент жоқ деп жылай беретіндер бар. Бірақ өйтіп жыламай, шынымен баласына сол тек қана қазақ тілді контентті көрсетіп, сапалы контентті көрсетіп, қазақша сөйлетіп отырған ата-аналар бар. Ол әрине жауапкершілігіне, ата-ананың жауапкершілігіне байланысты. Сол сияқты, егер сол телеарналардың басшылары сол дұрыстап контентін жасап, балаларға түсінікті тілде контентін жаса, сол бала өседі, баланың талабына байланысты ары қарай үлкен болған кезде, үлкен бағдарламаларды көрген кезде де талап қояды. Тіпті қазір енді жасырын емес қой, бүкіл телеарналардың контентін әлеуметтік желіге YouTube-қа салады, сол жерден көрермен содан көреді, болмаса содан көріп келіп телеарнаны көреді. Комментарий жазады, бәрін білеміз, қазір халықтың пікірін қарап отырады, комментарийлерді қарап отырады. Осы жерлерде жазса, біз талап етеміз, дұрыс сөйлесін, дұрыс жүргізуші болсын, дұрыс таза сөйлесін деген сияқты. Шынымен тіл жанашыры болса, ол әр қазақ, әр азамат, әр тек қана қазақ тілін қорғап жүрген, болмаса қазақ тілінде сөйлейтін адамдар ғана емес, кез келген азамат, қазақ тілінде сөйлейтін қазақпын деген, сол өзін талап етуі қажет деп ойлаймын. Сол тіпті болмаса хат жазып жіберсін телеарнаға, әлеуметтік желіге жазсын, талап етсін. Осылай қазақ тілінде дұрыстап контент жасауларыңызды сұраймын, дұрыстап жүргізушілерді қойларыңызды сұраймын деген сияқты. Сонда түзеледі деп ойлаймын. Бір. Екіншіден, бұл саясат бізде жоғары жақтан ғой, енді бізде саясат, үкімет деңгейінде, президент деңгейінде. Сол жақтан да қазір жоқ емес, жүргізіліп жатыр саясат бар. Қазақ тілін қолдану аясын кеңейтейік деп, ол тек қана жаңағы телеарнада ғана емес, бүкіл халықтың арасында мектептер болсын, балабақша болсын, қазір ақырындап қазақша келе жатыр. Жиналыстар қазақша өтіп жатыр. Тіпті әскерде, мен өзім әскерде болған кезде барлық командалар қазақша болатын. Командир сондай талап қойды. Бәрі сосын қазақшаға, тіпті басқа өзге ұлт өкілдерінің бәрі қазақша команданы үйреніп, қазақша беріп,
білмегенде сұрап, мен көп адамға көмектестім, үйреттім біраз адамды әскерде жүріп қазақшаға. Сондай талап болса, ол енді 100-ден біреу шығар сондай талап қоятын адамдар. Өйткені командирдің өзі қазақ тілді кісі болды да. Ештеңе білмеймін деді, қазақша сөйлейсіңдер деген сияқты. Сондай іс қағаздарын қазақша жүргізетін болса, сондай талаптар жан жақтан болса, басшылар жоғары жақтан егер сондай дұрыс талап түсіріп айтатын болса, тазалық сақтаңдар, дұрыс контентті көбірек жасаңдар, сапалы контент болсын, ол жай ғана жаңағы контент үшін ғана емес, сапалы контент болсын деп талап қоятын болса, жаңағы әр көркемдік кеңестер бар, әр телеарналарда, енді үлкен ұлттық арналарда бар, мемлекеттік арналарда бар, енді білмеймін, жеке меншіктерде бар ма жоқ па, енді ол бәрі бюджетке тіреледі ғой. Аймақтарда бар ма жоқ па білмеймін, бірақ сондай көркемдік кеңестер болса, енді қазақ тілін айта берсең басқа тілдерде ренжіп қалады, сондықтан ол тілдерде де болсын, өзге тілде, ресми тілде де болсын, көркемдік кеңес таза сөйлесін. Бірақ қазақ тілінде кеңестер болса, бір проблемалар болса сол жерге шығарса, әр адам мәселесін талқыласа, қате айтса, дау туғызып жатса, айтқан дүниесі, жазған дүниесі дау туғызып жатса, соны бәрі талқыласа, жөнге салса, сондай жан жақтан, қоғам тарапынан, жоғары жақтан, әртүрлі вертикальдан, басшылықтан сондай бір талаптар қойылса, сосын қысым емес қой, енді бұл заңды құқығын талап етсе, түзеледі, тазарады деп ойлаймын, бірақ енді жаман деп айта алмаймыз қазір енді. Салыстырмалы түрде әрине қазақ тілінің аясы кеңейіп келеді, сұраныс та бар, жастар арасында трендке айналды, сәнге айналып. Бірін айтып екі кетеміз ғой, бұрын мысалы енді қазақша ән тыңдамайтын ешкім, қазір бәрі қазақша тыңдайды, өзге ұлт өкілдері шетелдіктер. Қазақша кино ешкім көрмейді дейтініміз, қазір бәрі көріп жатыр, кинотеатрларда ешкім бармайды дейтініміз, қазір барып жатыр. Тәуба. Оның бәрі ақырында бірінде осылай келеді, жылай берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. ютубта да солай айтпақшы. ютубта да кезінде айтатын, ой, қазақша контент жоқ, ешкім көрмейді, ешкім жасамайды деп жасап жатыр, қазір сапалы дүниелер жасап жатыр. Балаларға арналған болсын, әйелдерге, үлкендерге арналған болсын, жақсы контент жасалып жатыр, көріп жатыр, просмотр бар, одан біреулер табыс тауып жатыр, жап-жақсы көзін тапқандар бар. Енді ақыр әлеуметтік желіге кеттік қой енді бәрі. Но бірақ сонда жақсы, дұрыс жолға қойып пайдаланып жатқандар бар. Неге істемеске демекші. Ең бастысы бұл жерде азаматтық қоғамның да белсенділігі. Мысалы, сіздің кейсіңізде жаңа айтып тұрған басшының талап етуі және соны орындау, ал төменгі жақтан қарайтын болсақ, қызметкерлердің өзінің сол қазақ тілін үйренуге деген құштарлығы және айналасындағы адамдардың ана тілімізде сөйлеуін бір жағынан талап етсе, бір жағынан соған септесе білсе, ол да бір қоғамға өзінің оң әсерін, пайдасын тигізеді. Бір нәрсені түсінуіміз керек, енді күн сайын бәленбай мың тіл, нақты есімде жоқ, бірнеше мың тіл өледі күн сайын. Неге? Себебі қолдану аясы болмағаннан кейін. Бір, екіншіден цифрландырылмағаннан кейін өледі. Цифрландырылған деген бүкіл жаңағы әлеуметтік желі өз алдына біз бүкіл тіл, біздің әдебиеттерімізді, біздің жазған дүниелеріміздің барлығын цифрландыруымыз керек те, оцифровка жасап, сонда біздің тіліміз өлмейді. Қазір енді бәр жерге қолданып жатыр ғой. Сөйтетін болсақ, біздің өзіміз сөйлейтін болсақ, жазатын болсақ, біздің тіл кеңейе береді. Бір, екіншіден, өзінің тілін жоғалтып жатқан көптеген ұлттар бар, өзінің тегіне, өзінің түп тамырына барғысы келетін, оралғысы келетін ұлттар көп. Өкінішке орай олардағы саяси жүйе болмаса олардағы жағдай оған жеткізбей жатыр. Өкінішке орай олардың үндері шықпай жатыр. Ал енді бізде тәуба ғой, бізде өзіміздің еліміз бар, жеріміз бар, өзіміздің елімізде, жерімізде тұрғаннан кейін өзіміздің тілімізде сөйлесек, ешкім қой деп жатқан жоқ. Ешкім кезінде, мысалы, біз студент оқушы кезімізде тіпті, мәселен, қалада жүрген кезде сыбырласып сөйлесетінбіз. Автобуста, көшеде бізге сөйтіп айтатын, неге сендер қазақша сөйлеп тұрсыңдар деп айтатын, неге қысым көрсететін өзге тілде неге сөйлемейсіңдер деген сияқты мысалы. Енді соның бәрі айналып келіп қазір енді сол арманымыздың бәрі жүзеге асып жатыр ғой. Өзімізге байланысты ғой бәрі. Сол кезде қысым болғанда іште бір... Конечно, ыза болды, ыза болды, Конечно. Өзің елің үшін, тілің үшін, ұлтың үшін. Медиа қазақ тілін дамытуда қандай рөл атқару тиіс? Қазіргі заманға сай бейімделу керек пе? Қай жағынан? Енді әрине жаңа айтып отырғандай, егер әлеуметтік желідегі жақсы блогтар жүргізсе, мемлекеттік тілде, қазақ тілінде,
жақсы контенттер жасаса әдемі, иә, тек қана отырып алып эфирде сөйлеу емес қой. Иә. Түрлі графикалық өнімдер жасаса әдемі, сапалы, түрлі мультимедиалық жаңағы неше түрлі мультфильмдер, анимациялық фильмдер, сондай дүниелер жасаса қазақ тілінде сапалы қылып көреді адамдар. Қазір енді әлем жасанды интеллектін пайдаланып неше түрлі жасап жатқандар бар, ұлттық нақышта әдемі, иә, көне біздің тарихымызды көрсетіп қалпына келтіріп деген сияқты. Ондай нәрселер жасаса көреді адамдар, қызығады, келеді, үйренеді. Енді бізде феномен ғой, біздің жаңағы Димаш мысалы, бір ғана Димаштың өзі қазақ тілін керемет насихаттап, әлемге танытып тастады. Қазақша ән үйреніп жатыр кісілер, қазақ тілін үйреніп жатыр деген. Сол сияқты біздің егер саясаткерлер де сөйтіп, жиналыстар болсын, үлкен кездесулер болсын, өз тілімізде сөйлесе, біздің спортшыларымыз өз тілімізде әнұранымызды айтып, сөйлеп жүрсе, кез келген бетке ұстар адамдарымыз, қазір шоу бизнесте де ақырындап өзге тілде сөйлеп жүргендер қазақланып келеді. Қазақланып келе жатыр. Өйткені тағы да әлеуметтік желіде сұраныс қазақ тіліне көп, қазақ тілді аудитория көп. Сондықтан сол аудиторияны өздеріне қарату үшін, бұрын айтатын ғой, тек ресми тілде сөйлеу керек, аудитория жинау үшін деп, көру үшін деп. Қазір керісінше қазақша. Өйткені бізді тек Қазақстандағы халық қана көрмейді ғой, бізді көршілес Өзбекстандағы болмаса Монғолияда, Қытайда қазақтар көреді, одан қалса шетелдегі қазақтар көреді, аудитория көйіп келе жатыр ақырындап. Сұраныс бар, ол шектеу жоқ қой, міне осы шекарадан ары қарай шықпайды қазақ тілі деген сияқты. Бүкіл әлем көреді, сұраныс бар. Бір жағынан қажеттілік тудырып жатыр. Қажеттілік тудырылса, әрине олар да сөйлейді бәрі қазақша. Мысалы, жақында ғана мен Айгүл Мүкейдің парақшасынан қазақша контент көрдім, қуанып қалдым. Шынында ол кісі бұған дейін тек қана орысша сөйлеп, орысша жүргізетін, ал кейінгі кезде сол сұранысқа байланысты қолданысын, яғни өзінің жүргізіп жатқан контентін қазақ тіліне ауыстырып жатыр екен. Бұл да болса, себебі ондай адамдарға астына жазып тастайды, неге қазақша сөйлемейсің, неге қазақша айтпайсың деп. Енді бұл жерде радикалды түрде кетуге болмайды, әрине. Блоктап, болмаса бір жаман сөздер айтып, радикал түрде кетуге болмайды. Сыпайы түрде сұрап, өтініш жасап, ескертіп айтса, осыны қазақ тілінде айтсаңыз жақсы болар еді, әдемілеп жеткізсеңіз деген сияқты айтса, комментарий жазса адамдар, онда әрине адамда сұраныс болса, көрермендер сол көрермен үшін сол блог жүргізіп отыр ғой, көрермен үшін сол эфир жүргізіп отыр телеарналар, өзің білесің, қазір рейтингке бәрі байланған. Сондықтан сол көрерменнің сұранысына қарай дүние жасаса, сапалы қылып жасаса, қазақ тілінде жүргізсе, өзіне жақсы ғой. Бір адамның бір пікірі ғана адамды қазақ тілінде контент жүргізуге итермелеуі мүмкін. Әрине. Ол мәдениет түрде. Айгүл Мүкей сол қазақша жүрген контенттің астындағы пікірлерді әдейілеп тұрып оқып шықтым, барлығы мақтау жазған. Ол кісінің де соған сай ынта жігері артқанын байқауға болады. Ол кісі білмейді емес, біледі ғой, қазақша жақсы біледі. Сол сияқты бізде журналистикада жүрген бетке қыздар мен жігіттер, тіпті өзге ұлттың өкілдері өзіміз білеміз, әріптестеріміз жақсы үйреніп, болмаса сөйлеп жүргендер бар. Енді осы уақытқа дейін бізге былай болды ғой. Өзге ұлттарды қызықтыру үшін, бір қызығушылығын арттыру үшін өзге ұлт өкілін қазақша эфирде жүргізіп қоюға, отырғызып қойып, сондайлар болды ғой енді. Оған 2 есе ақша төлеп деген сияқты. Қазір енді ол қалды. Қазір таңсық емес, өзге ұлт ол міндетті былайша айтқанда білуге. Бір кісілер бар емес пе, сен осы жерде туғаннан кейін, осы жердің суын ішіп, асын жегеннен кейін, кіндік қаның осы жерге тамғаннан кейін неге үйренбейсің деген сияқты. Оның бәрін енді айтып тұрмын ғой, мәдениет түрде, радикал түрде емес, мәдениет түрде ақырындап солай талап етуіміз керек. Меніңше енді біздің көрермендерімізге іліп аларлық ойлар айтылды. Студиямызға уақыт тауып келгеніңізге алғысымды білдіремін. Негізі енді көп нәрсе айтуға болатын еді, тіл туралы. Оның бәрі енді адамның айналып келгенде өзінің жауапкершілігіне байланысты. Әрине. Ең бастысы сол әр адамның осы біздің елімізде тұрып жатқан қазақ болсын, қазақ емес болсын, өзінің бір жауапкершілігі болу керек, және соған сай осы қазақ тілінің насихатталуына, қазақ тілінің аясының кеңеюіне өз үлесін қоса беру керек.
Сізге осы бағытта жұмыс істеп жүргеніңізге алғысымды білдіремін және Рахмет, нәтижесін көруіңізді тілеймін. Өздеріңізге де көп рахмет. Өздеріңе енді осындай бағдарламалар, жаңа айтқандай әлеуметтік желіде ақыры халықтың бәрі әлеуметтік желіде отырғаннан кейін әлеуметтік желілер арқылы проблема да айтылу керек, ұсыныс та айтылу керек, бір конструктивті түрде пікірталас болу керек деп ойлаймын, радикалды түрде емес. Егер көрермендер, оқырмандар болмаса бір пікір жазып жатса, бір дұрыс пікір жазсақ, жақсы ой жазсақ, одан сайын біздің тіліміздің, ана тіліміздің, өзіміздің қолдану аясы кеңейе түседі деп ойлаймын. Өйткені біздің болашағымыз жарқын, тіліміздің 1000 жылдық болғанын қалаймыз. Болашақ ұрпағымыз да осы тілде, өзіміздің тілімізде сөйлесе, бүкіл әлем үйренсе дейміз. Арман көп, сол арманға жетеміз деген үміттемін. Рахмет. Қымбатты көрермендер, назарларыңызға рахмет. Подкастымыздың келесі шығарылымын жіберіп алмаңыздар. Қазақ тілі іс жүзінде қалай дамып жатыр? Бізбен бірге көріп біле жүріңіздер.